Елестетіп көріңізші. 19 ғасырда интернет болса не болар еді? Тарих мүлдем басқаша өрбейтін еді. Абай атамыз өзінің терең қара сөздерін әлеуметтік желілерде бөлісіп, миллиондаған оқырман жинар еді. Ал алып серверлерді көмір мен бу жұмыс істетер еді. Маңызды мемлекеттік келіссөздер айлап күтпей-ақ бейне қоңырау арқылы сол сәтте шешілер еді. Тіпті батырларымыз соғыс тактикасын қағаз картамен емес, онлайн режимде талқылауға мүмкіндік алар еді. Сәлемдемелерді пошташылар емес, аспанда қалықтаған бу дрондары сол күні жеткізетін еді. Бұл біз білмейтін, бірақ қиялымыздағы ғажайып әлем. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз?